8-ші сынып қазақ тілі мен әдебиеті пәні 3-ші тоқсан бойынша бөлімдік жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Бөлім тарихи тұлғалар тағылымы. Оқу мақсаты: оқу еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну. Ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айту. Бағалау критерийі: мәтіндегі күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын ажыратады. Тақырыпқа қатысты ауызша мәтін құрауда үндестік заңын ескеріп айтады. Бірінші тапсырма: Махамбет Өтемісұлы туралы ақпарат бере отырып кластер толтыру. Махамбет Өтемісұлы кім? Махамбет өз өлеңдерінде нені жырлады? Махамбет кімге қарсы шықты? Екінші тапсырма: Ыбырай Алтынсариннің әңгімесін оқып, түсінгеніңізді өз сөзіңізбен айтып беріңіз. Үшінші тапсырма: берілген сөйлемдерді сұраулы сөйлемге айналдырып жаз. Бірінші сөйлем: Махамбеттің түнгі ұйқысы қалай болды? Немесе кімнің ұйқысы шала болды? Екінші сөйлем: Әбілхан Қастеев сурет салуды қайда үйренді? Немесе сурет салуды кім далада үйренді? Үшінші сөйлем: Шәмші Қалдаяқов кім? Кестені толтыр. Берілген сөздердің синонимін және антонимін тауып жазамыз. Бірінші сөз: соғыс. Синонимі: зардап, ұрыс, келіспеушілік, атыс. Антонимі: бейбітшілік. Екінші сөз: батырлық. Синонимі: өжеттік. Антонимі: қорқақ. Менің каналыма тіркеліп, осы тапсырманың толық нұсқасын жауабымен бірге алуға болады.